Бір күні Зылиха мен Бәтима деген екі қыз бала қалаға келе жатады. Екеуінің төбесінде бір жәшік жеміс бар. Зылиха ахлеп-ухлеп шаршап, Бәтима күліп, әзілдесіп келе жатады. Сонда Зылиха айтты: «Сен неге мәз болып қуанып келесің? Сенің де жәшігің ауыр ғой, ал өзің менен күшті емессің. Менің жәшігімнің ішіне ауырды жеңілдететін бір шөп салдым», деді Бәтима. «Ол қандай шөп? Маған да айтшы, мен де ауырымды жеңілдетейін», деді Зылиха. «Ол шөптің аты сабыр, бірақ ол сенің қолыңа түспей ме деп қорқамын», деген екен.